Қан қысымы жоғарыласа, қалай 5 минутта қан қысымын қалпына келтіреміз? Үйде кенеттен қан қысымыңыз көтеріліп кетті. Сол кезде сіз үйде, яғни дәріңіз болмай қалды, аптекеге баратын уақыт болмай қалды. Яғни қан қысымыңыз мықты жоғарылап бара жатыр. Сол кезде біз дәрісіз қалай көмектесеміз? Сол туралы осы видео болады. Соңына дейін қараңыз. Ол үшін біз 2 баклажканы аламыз, пустой, және ол 2 баклажкеге суға толтырамыз, ыссыз су. Яғни денені мықты қатты күйдірмейтіндей ыссыз су құйып аламыз. Судан кейін жатамыз. Жатқаннан кейін бірінші баклажканы мойын астына қоясыз. Екінші баклажканы тізенің астына қойып жатасыз. Сол уақытта сіздің қан қысымыңыз қалпына келе бастайды. Сол кезде қан қысымды өлшеп отырасыз. 2-3 минут сайын қалпына келген уақытта, кейбір адамдарда 5 минут, кейбір адамдарда 10 минут қалпына келе бастайды. Қалпына келген уақытта сіз баклажканы алып тастайсыз. Ескерту: ауырып жатқан адам қан қысымы қалпына келгеннен кейін баклажканы алып тастайсыз. Ұзақ баклажкамен жатуға болмайды, өйткені қан қысымы төмендеп кетуі мүмкін. Ол кезде адамға тағы да жағдайы нашарлай бастайды. Одан да қалпына келген уақытта баклажканы алып тастайсыз. Бұл өте қарапайым әдіс, лайфхак десе де болады. Өміріңізге өте қажетті, өте маңызды, денсаулығыңызға маңызды орын алатын әдіс. Осы әдіс көмектеседі деген ойдамын. Комментарияға осы әдісті қолданып көрсеңіздер, комментарияға міндетті түрде жазып отырыңыздар, достар. Және де осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Басқа адамдар сіз сияқты ауырады, сондықтан да ауырған кезде көмектесу үшін достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Олар да біліп жүрсін, көріп жүрсін. Яғни оларда қолданып жүрсін. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.